Сәлем достар, сіздермен бүгін CSS блоктық моделімен таныс боламыз. Өмірімізден айқын мысал келтірейік. Әр адамның өзіндік бір көзқарасы бар, сол бойынша өмірлік позициясын ұстанады. Яғни, оның өмірден алатын орны бар. Дәл осы секілді біздің веб-сайттарымызда да CSS блоктық модель арқылы әрбір элементтің өзінің алатын орны болады. Және де ол орны ерекше, басқа элементтерге ұқсамайтын өзіндік орны болуы қажет. Осы үшін біздер CSS блоктық моделін қолданамыз. Мына сызба бойынша біздің CSS блоктық моделіміз айқын көрініс тауып тұр. Ең бірінші бұл жерде біздер анық көретініміз бұл контент бөлімі. Бұл негізгі бөлімі болып табылады. Бұл жерде біздің қамтып жатырған элементіміз көрініс табады. Яғни бұл негізгі контент өзіне тән width және де height параметрлері болады. Width дегеніміз ол біздің ұзындығымыз, элементіміздің қанша ұзындығы қанша болатындығы және де height, яғни биіктігі қанша болатындығын айқындап береді. Яғни келесі бұл бізде көріп отырғанымыз padding бөлімі. Padding бөлімі сыртқы рамка мен контенттің арасында орналасқан ішкі отступ болып табылады. Неке басып көрсек болады. Бұл ішкі отступ элементтің ішіндегі элемент пен ара қашықтығы, яғни мынау сыртқы элемент деп есептейтін болса, соның ішкі элемент пен ара қашықтығы бұл padding деп аталынады. Келесі бұл бізде border. Border дегеніміз рамка деген мағынаны білдіреді, яғни элементтің сыртын қоршайтын сызық болып табылады. Келесі бұл бізде margin. Margin дегеніміз біздің элементімізді сайтта қалай көрініс табатын, яғни позициясын анықтап беретін негізгі бөлім болып табылады. Бұл сыртқы отступ деп аталынады. Енді осыны мына мысал бойынша түсіндіріп көрелік. Мынау біздің негізгі элементіміз, мына жерде lorem деп жазылып тұрған қызыл жазумен, бұл біздің контентіміз болып табылады. Яғни мынау белгіленіп тұрған контент. Оның көріп тұрғандай өздеріңіз көкпен көрініп тұр, яғни белгілі бір ұзындығы бар және де биіктігі бар ол элементтің. Одан кейінгі бізде padding, яғни осы элемент пен рамканың арасындағы, сыртындағы сызықтың арасындағы мына бөлік және де мына бөлік бұл бізде padding деп аталынады. Ал мына сыртындағы рамка бұл бізде border деп аталынады. Ал сол бордердің сыртындағы негізгі отступ, сыртқы отступ бізде margin деп аталынады. Яғни мынау біздің веб-сайттық битшеміз деп елестетсек, мынау біздің элементіміз десек, онда бұл жер біздің сыртқы отступымыз, яғни marginға жатады. Енді соны біздер теория жағынан түсіндік. Енді соны код жағынан көрейік. Ең бірінші біздерге қажеті екі div создавать етуіміз қажет. Екі блок создавать етейік делік. Екі контейнер. Ол үшін біздер оның және аты box деп аталсын. Естеріңізде шығар, бұл класс атауын беріп жатырмыз, яғни box деген және де көбейтілген 2 деп жазайық. Бірден екі div бөлігін құрамыз келіп тұр, және тапты басамыз. Мінекей бізде екі div классы бірде атаумен, box деген атаумен құрылды. Мінекей. Енді біздер бұлар үшін ең алдымен, яғни бұлардың өзі дәл қазір біздің веб-сайтымыз үшін контент болып саналады. Бұның ішіне еш нәрсе болмаса да бізде контент болып саналады. Сондықтан оған тиісінше width және де height беру керек. Ол үшін біздер style CSS-қа барамыз. Одан кейін жаңағы точка box деп жазамыз, және де оған қажетті параметрді береміз. Яғни ең бірінші параметр бұл бізде width параметрі. Width параметрі, яғни ұзындығы. Біздер ұзындығын қанша сантиметр болған қалаймыз? Мысалы 300 пиксель болғанын қалаймыз. Ал биіктігі height бізде 200 пиксель болғанын қалайық. Бұны веб-сайтымыздан қарап көрейік. Неке мына жерде бос орын тұр, қазір оны дәл көрініс табу үшін біздер background color өзгертіп жіберейік, анық көру үшін. Яғни бұл жерде біздер ақ деп алайық.
Енді сайтымызға. Мінекей біздің сайтымызда мына жерде бір дивка орналасқан және де мына жерде бір дивка орналасқан. Сіздер қазір барлығы бір div элементі деп ойлап тұрған шығарсыздар. Қазір оны айқындаған кезде көреміз. Осы екі div элементі екендігін көру үшін біздер ішіне белгілі бір жазу жасайық. Мысалы, larem. Окей, белгілі бір сөз жаздық. Larem. Окей, енді сайтымызға көз жүгіртейік. Мінекей көріп тұрғаныңыздай, бізде екі larem жазуы шықты, яғни бізде екі элемент деген мағынаны білдіреді. Енді осылардың қазір бұл жерде біздерде мынау контентке жатады. Оның ешқандай паддингсі жоқ, оның ешқандай бордыры жоқ, және де оның ешқандай марджины жоқ. Енді соны іске асырайық. Яғни бұл жерде тек қана оның ұзындығы 300 пиксель және де ені, яғни биіктігі 200 пиксель екендігін көріп тұрмыз. Енді келесі кезекте бізде блоктық моделімізді қарайтын болсақ, бұл жерде бізде паддинг берілген. Яғни контенттің ішіндегі ішкі отступы бұл паддинг деп аталынады. Енді соны жүзеге асырайық. Паддинг деп жазамыз. Окей, 20 пиксель деп берейік. Енді сайттан қарастырайық. Мінекей бірден өзгеріс тапты. Яғни мына жеріміз біздің 20 пиксель, мына жеріміз 20 пиксель, мына жеріміз 20 пиксель, және де енді астыңғы жағын үлкен қашықтықта болғандықтан біздер 20 пиксель деп айта алмаймыз, бірақ негізі 20 пиксель берілген. Паддинг берудің жалпы бірнеше жолдары бар. Біздер жаңа барлығына бірдей паддинг, яғни барлығы жағына бірдей 20 пиксельден бердік. Енді осыны айқындап айтып берейік. Біздер егерде тек үстіңгі жағы үшін ғана ішкі отступ бергіміз келсе, бұл паддинг топ деп аталынады. Егерде оң жағы үшін отступ бергіміз келсе, паддинг right деп аталынады. Егер астыңғы жағы үшін паддинг бергіміз келсе, паддинг bottom деп аталынады, және де егерде сол жағы үшін бергіміз келсе, паддинг left деп аталынады. Яғни біздер қазіргі жағдайда біздер паддинг деп ешқай жағын көрсетпедік, яғни барлық тұсы үшін бірдей паддинг 20 пиксельді құрайды деп беріп тұр. Енді осыны алып тастап, әрқайсысын жеке-жеке жазып көрейік. Паддинг left 20 пиксель. Так, паддинг right бізде 50 пиксель болсын. Ой, мына жерде процентпен қалды. 50 пиксель. Паддинг топ бізде 100 пиксель болсын. Паддинг топ бізде 100 пиксель. Және паддинг bottom бізде 10 пиксель дей салайық. Енді сайтымыздан көрейік. Мінекей, біздің паддинг тобымыз 100 пиксельді құрады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Паддинг left'іміз біздің 20 пиксельді құрады. Мінекей, паддинг left'іміз біздің 20 пиксельді құрады. Паддинг right'ымыз біздің 50 пиксельді құрады, және де паддинг bottom'ымыз біздің 10 пиксельді құрады. Осылайша біздер негізгі контенттан ішкі отступ жасадық. Енді бұл жерден бөлек жаңа біздер паддинг арқылы, жалпы паддинг беру арқылы барлық жағына бірдей отступ бердік қой. Енді соны жаңағыдай ұзақ әрқайсысын жазып отырмай, жай қана былай жасасақ болады. 10 пиксель, 20 пиксель, 30 пиксель, мысалы 40 пиксель. Бұл бізде сағат тілі секілді жүзеге асады. Мінекей, паддинг тобымыз 10 пиксель, паддинг right'ымыз, яғни оң жағымыз 20 пиксель, астыңғы жағымыз 30 пиксель,
және де сол жақ бөлігіміз, сол жақ отыз топымыз 40 пиксельді құрайды. Енді сайттан қарап көрейік. Мінекей 10 жақ, мінекей 10 пиксель топ, 20 пиксель оң жақ, 30 пиксель астыңғы жақ және де 40 пиксель сол жақ. Бұл өз кезегінде коллапс метод деп аталынады. Бұл әрқайсысын жеке-жеке жазып отыру. Яғни мен бұл жерде комментарий арқылы сіздерге бірінші, екінші, үшінші, төртінші не нәрсе екендігін, мағынасын тағы да бір рет жазып кетейін. Мінекей сіздерге комментарий арқылы бұл 4 значение не мағына білдіретіндігін айтып кеттім. Яғни паддинг үстіңгі бөлік 30 топ, паддинг оң жақ 30 топ, ішкі 30 топ, паддинг астыңғы 30 топ және де паддинг сол жақ 30 топ. Бұны қазірше комментарияға ала тұрайық және де сіздерге тағы да бір паддинг түрін көрсетемін. Паддинг бізде 20 пиксель және де 40 пиксель деген болса, сайттардан, құрылымдарында осындай да кездеседі. Бұл жерде сіздер бірден ойлап қалуыңыз мүмкін. Яғни паддинг тек екеуі ғана, паддинг топ пен паддинг райт қана бар екен. Яғни паддинг тобы 20 пиксель, паддинг райты 40 пиксель екен деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Жоқ, бұл екі значение беретін болса, бұндай жерде бұл бөлік бізде вертикальдық бағыт бойынша, яғни астыңғы үстіңгі параметр бойынша жауап береді, ал 40 пиксель дегеніміз екінші параметр, яғни бұл екінші мән, яғни бізде горизонталдық мән үшін жауап береді. Яғни бұл үстіңгі кешіңіздер, оң жақ және де сол жақ пиксельдердің саны болып табылады. Яғни егер де бұны толығырақ ашып жазатын болсақ, бұл бізде 20 пиксель үстіңгі жағы, 20 пиксель үстіңгі жағы, 40 пиксель оң жағы және 20 пиксель астыңғы жағы және де 40 пиксель сол жағы болып табылады. Яғни паддингтің бұндай да түрі бар. Келесі кезекте біздер көріп отырғандығымыз бордер бөлімі болып табылады. Яғни бұл біздің элементімізді қоршайтын рамка деп аталынады. Енді соны жасайық. Ол үшін біздер бордер деп қос нүкте саламыз және де өзімізге қажетті өлшем бірлікті жазамыз. Мысалы, біздер анықтап көру үшін 5 пиксель деп берейік. Және де бізге қажетті стайлды жазамыз. Яғни егер де біздер бүтін түсті болғанын қаласақ, бірдей, ешқандай айырмасы жоқ, яғни ешқандай нүктелермен қоршалмаған, жай ғана толық түспен қоршалған ғана рамканы қаласақ, онда солид деген сөз жазамыз. Солид. Енді келесі кезекте біздер түсін жазамыз. Яғни біздер мысалы қызыл түс енгізейік. Енді сайтымыздан тексеріп көрейік. Мінекей біздің рамкамыз дүниеге келді. Яғни жаңа біз паддингті кетіріп тастадық, сондықтан ешқандай паддинг болмай тұр. Қазір қайтып енгіземіз. Яғни біздің рамкамыздың өлшемі 5 пиксельді құрайды, және де ол бүтін түсті және де қызыл түсті. Бүтін және қызыл түсті. Яғни егер де біздер солидтің орнына және тағы да дашит деген қолдансақ болады, ол бізде мінекей орталарында ақ бөліктері бар, осындай рамкаға айналады. Енді жаңа паддингті орнына келтірсек, әйтпесе жай ғана кетіре салайық мына жерді. Мінекей, енді дұрысталған шығар. Мінекей біздің паддингіміз келді және де сыртқы рамкамыз бар. Енді біздер тағы да айта кетерлік ең соңғы біздің бөлігіміз бұл маржин деп аталған еді. Яғни бұл біздің сыртқы 30 топ деп аталынады. Паддинг ішкі 30 топ болса, маржин сыртқы 30 топқа жатады. Яғни ол элементпен веб-сайтта қалай позиция ұстайтындығын көрсетеді. Оның дәл солай маржинді параметрі паддингтегідей
жаңа коллапс түрінде жазуға болады, немесе әрқайсына margin bottom, margin right беріп отыруға болады. Мысалы, біздер әрқайсына 100 пиксель болған қыладық. 100 пиксель өте көп, 50 деп айтайық. Сонда қалай көрініс тапқандығын көрсетеміз. Неке біздің элементіміз сол жақтан санағанда 50 пиксель жерде, үстіне санағанда 50 пиксель, сол жағынан санағанда 50 пиксель. Яғни бізде мына жақта элементтер болатын болса, егер мына элемент мына жерде орналасатын болса, екеуінің арасы міндетті түрде 50 пиксель болатын. Және де мына астыңғы элементке қарағанда 50 пиксель жерде тұр. Неке, осылайша біздер CSS блоктық моделімен таныстық. Енді сіздерде автоматты түрде логикалық сұрақ қалыптасуы мүмкін. Мысалы, біздерде сайтымызда екі бірдей элемент бар, және де олардың арасындағы маржин қаншаға тең болады деген. Мысалы, мына жердегі бөлік бізде margin left деп аталынады. Бұл 30 пиксель делік. Мына жерде бізде margin тобымыз 10 пиксель. Мысалы, мына жақ бөлікте margin біздің райтымыз 50 пиксельді құрасын делік. Бірақ мына элементке қарағанда ол margin left қой. Яғни, егерде біз мына элементке төрт жағынан бағдар беретін болсақ, неке, мына элемент үшін мысалы 30, 20, 50, 40 болатын болса, мына элемент үшін алдыңғы элементке қарағандағы оның margin left'ті оның margin right'на тең болады. Яғни, егерде біздің мына элемент пен мына элементтің арасындағы бірінші элемент үшін орындалған margin right, келесі элемент үшін орындалатын margin left'қа тең болады, логикалық жағынан. Осылайша мінеке, сіздермен біздер логикалық блоктық модельдің логикалық әрекетін түсіндік. Осылайша біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда біз бұл блоктық модельді өте көп қолданамыз, сондықтан оны есте сақтағандарыңыз жөн. Және де бұл өте оңай тақырып, одан өзге түсініксіз болып жатса, тағы да сұрақтарыңызды қойып, кері байланыс жасай аласыздар. Қош сау болыңыздар дейміз, келесі сабақтарда кездескенше.